Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз Ақтау қаласында орналасқан Қуыршақ театры туралы айтатын боламыз. Маңғыстау Қуыршақ театрының еліміздегі бірегей өнер ордасы екенін кез келген театр сүйер қауым біле бермейді. Біріншіден, бұл Қазақстан тарихындағы екінші Қуыршақ театры. 1981 жылы 6 қаңтарда мұнда Валентин Катаевтың ертегісі бойынша «Цветик-семицветик» спектаклінің алғашқы премьерасы өтті. Сол кезде Шевченко деп аталған қазіргі Ақтау қаласы енді ғана дами бастаған еді. Қала тез бой көтерді. Бұл жерге КСРО-ның түкпір-түкпірінен жас мамандар келе бастады. Сондықтан ең кішкентай тұрғындар үшін Қуыршақ театрын ұйымдастыру туралы шешім қабылданды. Алғашқы труппа еліміздің жетекші театр университеттерінің түлектерінен құралды. Әр кезеңде театр труппасын Олег Карнер, Марк Койфман, Андрей Аконников және Григорий Мазин сияқты режиссерлар басқарды. Ол кезде Қуыршақ театры облыстағы жалғыз кәсіби театр болғандықтан спектакльдер тек балаларға ғана емес, ересектерге де қойылды. Бүкіл Қазақстанда театр өнері қарқынды дамыды. Ал 1988 жылы қазақ труппасы ашылды. Содан бері спектакльдер екі тілде қойыла бастады. Алғашқы қазақ тілді актерлар Алматыдағы эстрадалық цирк училищесі мен Темірбек Жүргенов атындағы театр академиясының түлектері Фарида Атакеева, Марат Көккөзов, Бану Түстікбаева және Бақыт Иманғалиевтер еді. Қазақ тілінде алғашқы қойылым Қауымбаевтың пьесасы бойынша қойылған «Алдар көсе» хикаясы спектаклі. Режиссері Акуньков болды. Бүгінгі күні театрда Қуыршақ театрына арналған көрермендер залы мен сахнасы бар, еліміздегі бірегей және жалғыз ғимарат бар. Маңғыстау Қуыршақ театрын еліміздің түкпір-түкпірінде жақсы көреді. Театр ашылғалы бері Қазақстанның барлық аймақтарында болды. Сонымен қатар Қуыршақ әртістерін Түркменстан, Қарақалпақстан және Ресейде жақсы таниды. Бүгінде театрда жас мамандар еңбек етуде. Труппаны театрдың құрылуына алғашқылардың бірі болып септігін тиген Надежда Насырова басқарады. Ал театрды қазақ тілді тұңғыш труппаның құрамында болған актриса Фарида Атакеева басқарады. Ол Қазақстан Республикасы президенттің алғыс хатымен марапатталды. Театр репертуарында 92 қойылым бар. Соңғы кезеңдері халықтың рухын көтеретін, ұлттық құндылықтарды дәріптейтін қойылымдарға көп көңіл бөлінуде. Соның бірі Жаңғырған ою-өрнек. Бұл ерекше спектакль. Онда көлеңке театрының құралдары арқылы қазақтың ұлттық ою-өрнегінің пайда болуы мен өмір құндылықтары туралы ғибратты әңгіме өрбиді. Жас өспірімдерді адамдар, құстар және сұр мерген спектакльдері қызықтыратыны сөзсіз. Әртістер жыл сайын халықаралық байқаулар мен фестивальдерге қатысып отырады. Театр қоржынында үздік ер адам рөлі, үздік режиссерлік жұмыс, дәстүрді дамытқаны үшін деген сияқты марапаттар бар. 2020 жылы «Сұр мерген» спектаклі Болгарияда өткен онлайн фестивальде екінші орын алды. Ал 2015 жылы Маңғыстау облыстық Қуыршақ театры 4-ші халықаралық Ортеке Қуыршақ театры фестивалінен үздік режиссерлік жұмыс үшін номинация бойынша кезекті жеңіспен оралды. Театр бір кездері осы өлкеде орын алған шынайы оқиғаларға негізделген Маңғыстау аңызы спектаклін ұсынды. Бұл Адай руынан шыққан Белтұран есімді жігіт пен түркмен қызы Ақшора арасындағы махаббат хикаясы. Олардың пәк, бейгүнә махаббаты әкелерінің түсініспеушілігінен трагедияға айналады.
Сол кезде тек жер ана ғана ғасырлар бойы адам тағдырын бақылап, олардың ессіз әрекеттерін тоқтатуға тырысады. Режиссерлер бұл оқиға бүгінгі балаларға сабақ болады деп сенеді. Өйткені ортақ жеріміз, ортақ тарихымыз бар. Осымен сабағымыз аяқталды. Ал енді 3 сұраққа жауап берулеріңізді сұраймын. Бірінші сұрақ: Маңғыстау облыстық қуыршақ театры қай жылы ашылды? Екінші сұрақ: Маңғыстау облыстық театрында қазақ тіліндегі тұңғыш қойылым қалай аталды? Үшінші сұрақ: Маңғыстау облыстық қуыршақ театрының қай спектаклі 2020 жылы Болгарияда өткен онлайн фестивальде екінші орын алды?